Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте үгілмелі әрі жұмсақ болып пісетін жұмыртқасыз печеньенің рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл өте жылдам пісетін зебра печеньесі. Алдымен еріп тұрған, яғни бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды аламыз. Сосын оған аздаған крахмалымызды қосамыз, яғни жүгері крахмалын қоссаңыздар болады. Осы аздап крахмал қосып алдым мен немізге майымның үстіне. Одан кейін не қосамыз? Ванильный сахар, разрыхлитель қосамыз, яғни қамыр қопсытқышты қосамыз аздаған 10 грамдай. Содан кейін ванильный сахарды қосамыз. Бұдан да аздап қоссаңыздар болады, яғни пачкасын. Одан кейін қанттың орнына негізі сахарный пудраны қосу керек. Бірақ менде сахарный пудра болмады да, мен әншейін кәдімгі қантты, яғни ұсақ қантты қосып жібердім. Бұған негізі бірақ сахарный пудраны қосқан дұрыс, өте қант ірі болып жүреді бұның ішінде. Сахарный пудра қоссаңыздар қанттың бар екені білінбейді. Одан кейін осылай қолымызбен бәрін араластырып аламыз, яғни қантымызды, қопсытқышымызды барлығын қолымызбен осылай араластырамыз. Майымыз өте еріп, яғни бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған сары май болу керек, еріп тұрған. Оның үстіне електен өткізіп ұн сала бастаймыз, яғни ұнымыз көтеріліп жақсы неғып тұру үшін біздер ұнымызды електен өткізуіміз керек. Осылай електен өткізіп аламыз, аз-аздан көп қоспау керек, яғни ұнның мөлшерін ғана қосып отыру керек. Содан кейін барлығын осылай қолымызбен илей бастаймыз, яғни майымызды ұнды қосып, песочный жасаймыз, печенье тесто жасай бастаймыз, қамыр үгілмелі, яғни қамырды бастырамыз. Қолымызбен осылай барлығын ысқылап аламыз. Ұнымыз аз болған жағдайда, яғни май көп болып кетуі мүмкін. Сол үшін егер май көп болып қолға жабысып алынбай неғылмай жатса, онда тағы да ұн қосуға болады үстіне. Мөлшерімен өздеріңіз қарап отырып ұнды қосып отырасыздар. Менде әлі де ұн қажет екен, өйткені қамырым әлде майы көп болып қолға жабысып жатыр. Сондықтан мен тағы да електен өткізіп азғантай ұн қостым. Осылай азғантайдан қосып отырсаңыздар болады. Бірден көп қосуға болмайды, өйткені ұн көп болып кетсе печеньеміз қатылау болып кетуі мүмкін. Сондықтан біз аз-аздан қосып отырып осылай қамыр бастыра илей бастаймыз, яғни печеньемізге қамырын бастырып қоямыз. Осылай мен тек қолыммен ғана неғылдым, қамырды иледім, ештеңенің көмегімен неғылған жоқпын. Осылай қолымызбен илеп шығуға болады. Барлығын тестіміз өте жұмсақ болу үшін көп ұн қосудың да қажет жоқ. Барлығын алып алдым, осылай ыдысымыздағыны осындай жұмсақ қамыр шығады, дайын болып шығады. Қолға осы енді жабыспайды, өйткені жұмсақ болды, өзінің бабына келді қамырымыз. Осы қамырымызды бірдей тұп-тура, бірдей екі бөлікке бөліп аламыз. Осылай екі бөлікке бөліп, бір бөлік қамырымызды, яғни оны алып қоямыз да, екінші бөлік қамырымызды алып қаламыз. Бұған какао порошокты қосамыз. Какаомызды қосып, бұдан қамырдың қоңыр түсті қамырды шығарамыз, яғни біреу сары түсті, екіншісі қоңыр түсті қамыр болып шығу керек зебра печеньеміздің. Сол үшін аз-аздан мен какаоны қосып қамырымызды қайта илей бастадым. Осылай қолдың көмегімен қамырды илейсіздер. Егер какаосы аз болып қалса, тағы да араластырып қосуға болады. Яғни екі түрлі қамырымыз шықты. Біреуіне какао қостым, қоңыр какао, қоңыр болып шықты. Екіншісі өз түсінде қалды, яғни сары болып. Осылай шағын бірдей қылып шариктер, яғни дөңгелек осындай
жасаймыз шариктерді мінекей. Ағын бірінші ақ түсінен жасап алаймыз, содан кейін сары түсінен барлығын екі қамырымызды да осындай бірдей көлемде домалақ шариктер жасап шығамыз мінекей. Барлығын бірінші ақты дайындап алдым мен, ақ шариктерімізді, содан кейін қарадан яғни какаодан жасалған қамырымыздың шариктеріміздің барлығы бірдей болуы керек. Мінекей барлығын осылай қолымызбен шағын ғынып бір көлемде қылып жасап аласыздар мінекей. Осыларды қолдың көмегімен алақанға салып ысқылап міне менің қамырым яғни шариктерім дайын болды, дөңгелек болып барлығы бірдей көлемде. Осыларды енді қара түсінен үшеуінен яғни сары түсінен үшеу алып, яғни 6 штук қамырды аламыз да біріне бірі қосып, қолдың көмегімен осылай қосасыздар да алақанға салып ысқылай бастайсыздар. Яғни бұлар бастары бірігуі керек. Мінекей осылай бірігеді. Мінекей көрсеңіздер, қолмен ысқылап алдым да осындай зебра печеньеміз шықты әдемі болып. Барлығында осындай қылып аласыздар. Сарысынан үшеу, қара түсті яғни одан үшеу қылып 6 штук болу керек. Осылай бәрін біріктіреміз, қолымызбен біріктіріп алақанымызбен ысқылаймыз. Алақанымызға салып асықпай ысқылап шығамыз, әдемілеп бәрін араласып. Қамырларымыз бір-бірімен араласуы керек. Осылай қолыңызды алақанға салып ысқылайсыздар. Сөйтіп басып қойсаңыздар әп-әдемі болып шығады пирогтарымыз. Осылай қамырдың барлығын жасап шығасыздар. Міне печеньеміз дайын, өте үгілмелі болып шықты. Мен 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп алдым печеньемді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.